Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ауыз ашарға ерекше тағам әзірлейміз. Күнделікті үйреншікті тағамдардан жалықсаңыз, осы тағамды дайындап көріңіз. Менің каналымдағы барлық рецепттер секілді дайындалуы оңай, ал дәмі вау. Бұл тағам ұйғыр, дұңған, Қытай, Корей халықтарының ортақ тағамы. Момосяй, момсяй, пампушки с мясом әртүрлі етіп атайды. Мен бұл тамақты қазақшаландырып бу бауырсақ деп атадым. Қалай атасаңыз да өте дәмді, ерекше, тіпті қонақ дастарханға ұсынуға болады. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Алдымен қамырын илеп алуымыз керек. Жылы сүтке ашытқы, тұз қосамыз, араластырамыз. Осы сұйықтыққа сұйық май қосамыз, араластырамыз. Сұйықтығымызды електен өткізілген ұнымыздың үстінен құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Толық рецепті, грамдарын видеоның астындағы сипаттама бөліміне жазып кетемін. Қамырымыз жақсы көтерілу үшін жұмсақ болып иленуі керек. Және де ашытқының мерзімі өтіп кетпеген болуы маңызды. Қамырды біріктіріп илеу барысында тым жабысқақ болып жатса, жарты ас қасық сұйық май қосып жіберіңіз. Ешқандай іріткі, құрғақ ұн қалып қалмайтындай етіп біріктіріп илейміз. Шамамен 3-4 минут иледім, сәл ғана қолға жабысатын қамыр шығады. Ауа өтпейтіндей етіп, бетін жауып, жылы жерге қоямыз, 1 сағаттай көтерілуі керек. Осы уақытта етімізді жіңішке, ұзынша етіп турап аламыз. Бұл тағам үшін етімізді міндетті түрде соя тұздығына маринадтауымыз керек. Менде шамамен 350 грамм ет, оған 2 ас қасық соя тұздығы қажет болады. Қалауыңызша 1 ас қасық крахмал қоссаңыз болады. Крахмал дәл қазір жоқ болып жатса, қосу міндетті емес. Қолымызбен мұқият араластырамыз, бетін жауып, тоңазытқышқа шамамен кем дегенде жарты сағатқа, 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағатта қамыр осылай көтерілді, аз ғана ұн себелеп 2-ге бөлемін. Құрметті сүйікті көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Еңбегімді бағалап, видео ұнаса, пайдалы болса, тегін лайктарыңызды аямай басып, рахмет деп пікір қалдырыңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, алда болатын керемет пайдалы рецепттерді бірінші болып көретін боласыз. Қамырымызды 2-ге бөліп алдық, енді қолдан келгенше 4 бұрышты етіп орташа қалыңдықта жаямыз. Аз ғана ұн себелеп жайсаңыз болады, немесе сұйық майдың көмегімен қолыңызбен жайсаңыз болады. Қамыр тым жұқа болмауы керек, орташа қалыңдықта. Үстінен 1 ас қасық сұйық май құямыз, қолымызбен мұқият барлық жеріне жағып шығамыз. Кейін видеода көрсетілгендей конверт секілді етіп қамырымызды жабамыз. 1 шетін ортасына қарай, кейін 2 шетін ортасына қарай бүгеміз. Енін 1,5-2 сантиметр етіп жолақтарға кесіп аламыз. Бұл бауырсақтарымызды жасау үшін бізге осындай қалыңырақ таяқша қажет болады. Таяқшаны жолағымыздың дәл ортасына қойып, бірнеше рет айналдырамыз, ұштарын біріктіреміз. Сонда осындай әдемі өрнектелген бұл бауырсақтарымыз шығады. Бірнеше рет жасағаннан кейін тез-ақ үйреніп аласыз, қолыңыз үйреніп кетеді. Бастысы қамырымыздың 2 шетін ағаш таяқшамен басып, мұқият біріктіру керек. Қамырымыздың ортасына май жаққан кезде
көк пияз қосып жіберуге болады. Кез келген аскөк түрін қосып, бұл бауырсақтарымызды ерекшелендіруге болады. Бұл бауырсақтарды кез келген өзіңізге ұнаған формада дайындай беріңіз. 500 грамм ұннан қамыр елеген болатынмын. Осындай бұл бауырсақтан 26 дана шықты. Отбасыңыз үлкен болса, барлық ингредиенттерді 2 еселеп дайындасаңыз болады. Екінші қамырды да жайып, ортасына майын жағып, бұл бауырсақтарымды дайындап алдым. Бұл бауырсақтарымызды манты пісіретін ыдысымызға орналастырамыз. Бірден отқа қоймаймыз, жарты сағат көтерілуі керек. Жарты сағат көтерілген кездегі пішіні осындай. Енді буға пісіреміз, 35 минутта пісіп қалады. Пісу барысында бұл бауырсақтардың бетін ашып қарамаңыз, басылып қалуы мүмкін. Толықтай піскен бұл бауырсақтарымыздың пішіні осындай, томпиып, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Біздің бұл бауырсақтарымыз пісіп жатқан кезде сәйін дайындап қоюға болады. Етіміз маринадталып жатыр, көкөністерді кесіп алуымыз керек. Пиязымызды видеода көрсетілгендей етіп турасаңыз, осы тағамда әдемі көрінеді. Келесі кезекте жартылай ащы бұрыштарымызды тазалап аламыз. Бізге қызыл және жасыл түрінен жартысы ғана қажет болады. Ұзынша жұқалау етіп тураймыз. Келесі кезекте сарымсағымызды майдалап турап алуымыз керек. Сарымсақты майдалап тураудың ең оңай әдісі, оны пышақпен осылай басып, майдалап турау. Тағамымыздың сәйін дайындауды бастаймыз. Отымызды қыздырамыз, май құямыз. Қызған майымызға біртіндеп ет бөліктерін саламыз. Мен крахмал қосқандықтан ет бір-біріне жабысып қалыпты, осылай даналап қазанға салып отырдым. Крахмал қоспасаңыз, етіңіз бір-біріне жабысып қалмайды, сондықтан бірден қазанға салып жіберсеңіз болады. Соя тұздығына маринадтаған соң, біздің етіміз жылдам дайын болады, тез піседі, ауызда еритін, жұп-жұмсақ болады. Отымыз бастапқыда орташа, кейін ең баяу отқа қойып, 15 минуттай бұқтырамыз. Осы уақыт өткен соң пиязымызды қосамыз, араластырамыз. 2-3 минут орташа отта қуырамыз. Дәміне қарай тұз, 1 ас қасық қызанақ пастасын қосамыз. Мұқият араластырамыз. Отымызды ең баяу отқа қойып, 10 минуттай бұқтырамыз. Кейін сарымсағымызды, бұрыштарымызды қосамыз. Мұқият араластырамыз, орташа отта 2-3 минут қуырамыз. Аз ғана бұқтырған соң су құямыз. Судың мөлшерін еттің бетін жауып тұратындай етіп құямыз. Бір бұрқ етіп қайнатып, отымызды басып бұқтырамыз, шамамен 15 минут қажет болады. Етінің дәмін көріп, толық піскендігіне көз жеткізіңіз. Тағамымыз дайын болды. Үлкен ыдысымыздың ортасына тағамымыздың сәйін құямыз, ал шет-шеттеріне бұл бауырсақтарымызды орналастырамыз. Қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнаса, пайдалы болса, тегін лайктарыңызды басып, керемет деп пікір қалдырыңыз. Жаңа көрермен болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қараңыздаршы, қандай жұп-жұмсақ, үлпілдек. Бұл тағамды үлкендермен қоса, әсіресе балалар сүйіп жейді. Тіпті қонақ дастарханға ұсынсаңыз болады, ерекше, әрі дәмді, әрі тойымды.
Айтпақшы, қаласаңыз тағамымыздың сәйіне кез келген үйде бар көкөністерді қоссаңыз болады. Мендегі базалық нұсқа, қаласаңыз сәбіз, картоп деген секілді көкөністерді қоссаңыз әбден болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Мен ұсынған рецепттермен дайындап, стористе белгілеңіз, қуанып қаламын. Ұстаған оразаңыз, ниетіңіз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Дастарханыңыздан дәм үзілмесін. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.